Сағаты. Онда сағатым да жоқ. Былай қарай. Сағатқа баратын уақыт отыр. Жастығым да жоқ. Шумкам. Щеткам да жоқ. Тісімді жуай. Ой, бүгін кеше щеткам сындырып алдым. Қолмен бәне. Ой, бәне. Сас көтем ба? О, кешегі сақыз. Зато аузым сасымайды. Енді мектепке қарайтын шуға. Ал балалар сабаққа келу керек. Қазір мына жерге біздің сыныбымыздың ең бай оқушысы келеді. Осылай тұрсын деп айтқан еді, өздері соны жасап қойдық, өздерінің ақшаларын. Енді оқушыларды күтіп жатырмын мен. Мына оқушылар қашан келеді екен? Келіңдер. Ай, сен кімсің? Мен оқушы. Сен қана атың кім сенің? Ай, мен ғой Тархан апай. Тархан не болып кеткенсің? Ай, бір нәрсе киім, аяқ киімің қайда сенің? Сондай жағдай болып қал. Ойбай, бісміллә, сен жуынбағансың ба таңертеңгісін? Фух, мына жер сасып кетті, тырнағың да алынбапты тегі. Сен мектепке келдің бе? Қайда келдің өзі? Мектепке сабақ оқуға. Ой, пырмай, жарайды, отыр енді. Тынш отыр. Наяқтарым отыр. Ол жақта қазір келеді, көресің, ең күшті оқушы отырады ол жерде. Отыр енді тыныш. Ей, тиіспе. Қой орнына. Не деген тәртіпсіз оқушы едің? Орнына қой. Олай біреудің затын алуға болмайды. Сөмкең қайда? Немене сөмкең? Кішірек кетіпті ғой. Қарағым да. Дәптерің қайда? Ой, пырмай, мына баланың дәптері де жоқ. Ой, сасып кетті мына жеттегі, сасып кетті ғой. Тынш отыр енді бопты. Кел. Ой, айналайын. Қандай оқушы келді біздің классымыз? Дархан, не болды? Отыр, Дархан оқушы. Кім нау? Неге бомждарына кіргіз жеріңіз? Ол бомж емес екен, ол біздің классымыздың оқушысы екен. Дархан, отыр енді орныңа. Жайма шоқ, неге сасып кеттің әже? Терезені ашыңдаршы. Дария, қалың қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ма? Күшті болып кетіпсің ғой, прямо қандай красавицасың сен. Сумочкең қандай әдемі сенің. Отыра ғой орныңа. Дайын столың сенің, дайын, отыра ғой. Қаста отыру керек. Енді отыру керексің, енді отыра қойшы енді. Отыр. Болмайды біреудің ақшасын алуға. Сен ақшамды ұрлап тұрсың? Қой орнына, ят болады. Класс оқушы мынау класса шығар жер. Бұл Дархан деген классасын ғой, танымай тұрсың ба? Атың кім? Мен атым Дария. Атым яғылсын. Ойбай, Дария деген оқушы ол. Көрдіңдер ма? Дархан сәл жылжи салшы, сен ұнамай жатырсың. Жоқ. Отыршы. Мына жаққа отыр, мына жаққа қарай. Еш шығып кетті ма? Дарханды қатты жақындамай қойшы Дарияға. Дария деген біздің классымыздың ең бай оқушысы, сен білесің бе? Бұның әке-шешесі біздің мектептің спонсоры. Мына отырған стөлің, мына отырған пардаң барлығы осы Дарияның әке-шешесі әкеп берген біздің сыныпқа. Дархан? Сен отырған орындаған сабақ оқуға стол мен әке-шеше әкеп берді. Оны айттым, Дария. Болды, тынышталыңды, сабағымызды бастаймыз деді. Каникулдан кейін ұмытып қалған жоқсыңдар ма еш нәрсені? Жоқ. Дархан, бәрі жақсы болады, жылама балам. Балалар, сабағымызды бастайық. Бүгін Дария, дәптеріңді ала қой, қызым. Дария? Сен дәптерің қайда, қызым? Мені осы аққа жазам. Мені алгебрадан, географиядан жазып тұр сыртында.
Мама мия. Жарайды, ал. Біз бірінші әріптеп танып алайықшы, бірінші. Мына баладан сұрайын мен қазір. Ұмытып қалған жоқ па екен? Дархан, жазшы, кәнеке. Ата деп жазшы. Дәптер, бұл парағың дұрыстап ашсайшы. Не істеп отырсың? Ей, жыртпа оны құрсын, жыртпа. Бұлай ашса, үлкен қылып ашсайшы. Ата. Мә, дәптер сатып алшы өзіне. Онdan be. Бәрін сатып аламын осы. Осы көретін мектепті сатып алам. Мектеп сатып алам дейді. Бересің бе мектепті? Бермеймін. Мен неге беремін оған мектепті? Ар отыр, ар. Мен вообще басқа жаққа отырайыншы, апай. Сәл шыдашы енді, болды енді. 40 минут қой енді сабақ енді. Кән Дархан жазшы, ата деп жазшы. Жаза аласың ба өзің? Ей, дұрыстап жазсайшы. Ручкасы да жазбай жоқпыз. Ручкасы да жазбайтын ба? Ручка бар ма сенде, Дарья? Жоқ, менде ручка. Мен тек қана Ручка жоқ па сенде? Енді мынаның ручкасы. Ручка сатып алып, мен несін? Ойбай, Әлемді сатып алам. Әлемді сатып алу үшін біріншіден білім керек адамға, Дархан. Түсінесің ба? Сен оқымасаң, білмесең, сен ақшаға әлем сатып аламайсың ғой. Бірінші кезекте жоқ, оқушылар мен тыңды. Бисмилла. Балалар, мен тыңдаймыз. Бұл заманда, қазіргі кезде адам баласына тек қана білім керек. Білімсіз күнің бос демекші. Дарья, ақшаңды қойып қоя ғой, қызым. Иә. Ақша, ол Дархан тыңжетіп тыңдаймыз. Мен сабақ өтіп жатырмын ғой сендерге. Өмірдің құндылықтарын айтатырмын сендерге. Тыңдасаңдаршы мені. Адам деген арманға ұмтылу керек. Адам деген бірінші кезекте білім алу керек. Дархан басыңды көтеріп отыр. Не деген оқушы мына оқушы? Басыңды көтерші. Апай. Сондықтан да балалар, мен тыңдаңдар. Тек қана білім алуымыз керекпіз. Білімсіз біз ешқайда алға қарай жүре алмайтын боламыз. Дархан, сен қазір өстіп отырсың. Қарашы, үстіңе түріңе қарашы, мүлдем бетінде жұмай келгесің. Сен білім алудан да. Қазір мен тыңдап отырғанымды айтып отқан жоқсың. Дарья, сен де білім алу керексің, қызым. Жарай ма? Математиканы білемін ғой. Математиканы білесің, қане? 1, 2, 3, 4, міне. 500 евро қосу 500 евро, сен 1000 евро болады. Вау, Дарья біледі екен. Дарханға бер, Дархан санап көрсін. Берсен санап көрсін енді. Дархан, 500 қосу 500 қанша болады? Жоқ, олай істей салма. 500 қосу 500 қанша болады, Дархан? 999. Әнеке, сен білмейсің, көрдің бе? Кеш мен ақшамды. Алып кел. Мен саған бердім ғой. Мен 1000 евро бердім. Алып кел. Менде ақша бар. Әнеке, Дарья санай біледі. Дархан, бұда көп ақша, көрдің бе? Сен ақша санай білу керексің. Түсіндің бе? Міне апай 1000 евро қосу 1000 евро. Сен 2000 евро болады ғой. Жарайсың, Дарья, ең күшті оқушысың сен біз мектептің. Сен енді осы 90-дың барлық сабағынан 5 шығасың. Жарай ма? Ой, ақылдым, күшті қыз ғой Дарья деген. Балалар, түсіндіңдер ғой, я? Ой, Дарья, сен планшетіңді алып алдың ба? Күшті екен ғой сен планшетің. Ұқты, тамаша. Балалар, түсіндіңдер ғой, өмірде не керек бірінші адам баласына? Ақша. Жоқ, балалар, білім керек бірінші кезекте. Жарай ма? Менде ақша бар, менің білімім бар. Білім бар болғанда сендер барлық нәрсенің қадірін білу керексіңдер, балалар. Соны түсініңдерші. Апай, жарай ма? Апай, мен кедей. Мама, қалай сөйлейді? Мама, кім өзі? Мама, сөйтіп сөйлейтін кімсің сен? Дархан ғой, Дархан. Дарья, айқайламашы қызым енді, болды. Мен кедей болсам да білемін. Бұл өмірде 3 нәрсені сатып алуға болмайды. Айта ғой, қандай нәрсені? Білім, денсаулық, тәжірибе. Дархан дұрыс айтып отыр, әнеке. Көрдің бе, Дарья қызым? Өмірде кейбір нәрселердің маңыздылықтары да болады, иә? Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Не болды? Дарья сасып жатыр ма тағы да? Болды, бітірейікші сабағымызды, балалар, иә? Болды.
Енді келесі сабаққа жақсылап дайындалып келіңдер, жарай ма? Дархан, дұрыстап аяғыңа нәски киімді киіп, аяқ киімді киіп кел келесі сабақты. Жуынып кел дұрыстап, жарай ма? Мына Дария деген қыздың уже отырмай отыр сабақта, қабағы түйіліп кетті. Қабақ. Достар, бүгін осындай видео шықты бізде. Сіздерге ұнайтын ойдамыз. Дарханның образын көрдіңіздер ғой, өте сондай жуынбайтын, сондай бедный оқушының рөлінде ойнады. Мінекей сасып атқан жоқ қой қойсай. Ал Дария бізде утро богатая ученица ғой, короче. Ой. Вся в брендах болып тұр ғой мына жерде қазір. Ал достар, біздің бүгінгі мини-фильм сіздерге ұнады деген ойдамыз. Баршаңызға сау болыңыздар. Ал енді осындай бізде видео бітеді. Баршаға сау болыңыздар.